Қайырлы күн әріптестер. Қалдарыңыз қалай? Сабақ жоспарын тез және тиімді жасау енді қиын емес. Өздеріңіз білесіздер, жасанды интеллект арқылы бірнеше минутта дайын сабақ жоспарын жасап уақытты үнемдеуге болады. Енді қазір видеода сіздерге көрсететін боламын, қалай ай көмегімен әр сабаққа дайын жоспарды тез жасап жұмысты жеңілдетуге болады. Қараңыздар, тәжірибелеріңізде пайдаланыңыздар. Сайттың атын қазір жазатын боламын. Сайттың аты iRocket деп аталады. iRocket ең біріншісіне кіреміз. Войти дейміз. Сол кезде сіздерге тіркел дейді. Яғни мен өзімнің Google аккаунтым арқылы тіркеле саламын. Сіздер электронды почталарыңызды пароль құрап жазып авторизация етіп тіркелулеріңізге де болады. Әйтпесе барлығымызда Google аккаунт бар, сол арқылы кіре салуымызға болады. Мысалы, Назира Садирова өзімдікін кіргіземін. Енді қараңыздар, мен болған кірген болатымын, тіркелген болатымын. Сондықтан да сіздерге шығып қайтадан көрсетіп жатырмын, войти через Google аккаунт деп. Егер осы кезде тілін ауыстыруға болады. Қазақша аударып аламыз. Қазақ тіліне аудардық. Енді құралдар деген жерге барып, қымыжы генератор деген жерге барамыз. Мысалы, қымыжы генераторы. Бұл жерге пәнімізді таңдаймыз. Мысалы, мен информатика пәнінің мұғалімімін. Информатика деп жазамын. Тақырып жазатын болсақ, мен қазір өзімнің фотожадан алайын. Тақырып, мысалы, 2-ші сыныпқа барайын. 2-ші сыныпта мен бірінші тақырыпты алайық. Өз денсаулығымызды сақтаймыз. Копировать етемін. Жаңағы сайтқа, тақырыпқа кіргіземін. 2-ші мақсатты дейді. Мақсатымызды жазамыз. Түгелін копировать етіп алайын да, өзімнің мақсатымды жаңағы сайтқа кіргіземін. Класс 2-ші класс деймін. 2-ші сынып, жіберу. Қазақшаға аудардық. Жіберу. Енді дайын сабақ жоспарын генерациялап жатыр. Көреміз. Енді қарап отырыңыздар, сіздерде 15 ішінен 11 генерация қалды дейді. Егер сіз бұл генерациялаған саны шектеулі болып тұр ғой, бітіп қалатын болса, қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Қалай басқа аккаунт арқылы, басқа временный электронный почта ашу арқылы жаңадан өзімізге бесплатно мына премиумға өтпей ақысыз жасауды үйрететін боламын. Бірінші қазір көрсетейін, қалай жасап шығады екен сабақ жоспарын. Міне, көрдіңіздер ме? Сабақ жоспарын жасап болды, бөлімді жазды, тақырыпты, оқу бағдарламасын, мақсаттарын бәрін жазып берді. Сабақтың кезеңін кіріспеге 5 минут деп, дыбыстық ақпарат құрылғылары деп, ресурс сілтемелері дейді. Қараңыздаршы, бұл ресурс сілтемесінде де сәлемдесу және сабақтың бәрін осының ішінде тұр. Оқыту нәтижелері деген сияқты. Енді қараңыздар, дыбыстық ақпарат құралдары, сол сияқты барлық ресурстарды қарап шығасыздар өзіңізге керекті. Бұны міндетті түрде өздеріңіз копировать етіп алып, сақтап алып, өзгертуге де болады. Енді қараңыздар, сол жағына қарай көңіл аударсаңыздар, сәлеметсіздер ме, құрметті 2-ші сынып оқушылары деп дайындап берген. Әсіресе бұл жас мамандарға күшті. Бүгінгі сабақта біз өз денсаулығымызды сақтаймыз, тақырыбын қарастырамыз деп сабақтың барлық барысын айтып көрсетіп өтеді. Экспорт дейді. Экспортқа барып, Word ретінде экспорттаймыз. Өйткені Wordқа сақтайтынымыз
егер PDF-қа сақтасаңыздар, оны сіздер түзете алмайсыздар, ал егер Word-қа сақтасаңыздар, өздеріңіз білесіздер, оны түзету енгізуге болады. Мысалы, мына жердегі құрылғыларды таңдау, ережелерді тыңдап деген, мысалы, алып тастаймын десеңіз, өзіңіз білесіз, мысалы, мысалдар деп, мысалы, мыналарды алып тастаймын десеңіз, өзіңіздікін жазғыңыз келсе, өзгертуге де болады. Енді тағы да ресурс сілтемелерінде, мысалы, тағы да тест құрап береді, бұның ішінде көрнекіліктерді де бәрін жасап береді. Енді қараңыздар, біз құралдар арқылы кірдікте, жаңа қымыжы генераторына кіріп жасатып алдық. Слайдты жасауға болады, ойын генераторында осы арқылы жасауға, тест генератор, барлығын осы арқылы жасауға, жиынтық бағалау, барлығын осы iRocket арқылы жасауға болады. Ресурстар қараңыздар. Ресурстарға кірсеңіз, өзіңіздің менің жасаған сабақтарым, қымыжыларым бәрі осының ішінде сақталып тұрады. Яғни, интерактивті ресурстарға кірсек, оның ішінде пәнге, әр пәнді таңдайсыз да, өзіңіз көрнекілікті ала бересіз. Мысалы, информатика деген, информатиканың ішінде, мына жерде қараңыздар, өзіме қатысты, информатикаға қатысты барлық көрнекіліктерді, осының ішінде видеоларды ала аламын. Тағы сол сияқты қарап отырсаңыздар, бұл жерде химияға және биологияға өте керемет, бақа, жердің құрылымы, барлығын осыдан 3D кәдімгі өлшемде әртүрлі ғып, өзіңізге керекті көрнекіліктерді осының ішінен терінің құрылымы көрдіңіздер ме, міне? Барлығын оны ашуға болады және бөлісуге болады. Керемет. Сабағыңызға, мысалы, завуч кіріп қалса, мысалы, сол сияқты ашып отырып түсіндіре аласыз. Барлығы көрнекіліктер осы сайттың ішінде бар.